сұрақтар өте көп екен. Мысалы, мына тағам типа мясо по-французски деп аталады. Кім олай атады, неге олай атағанын білмеймін, бірақ сонда да өте дәмді тағам. Алдымен соусын дайындап алдым. Көбінесе тек қана майонездің өзін жағып жатады. Мен қаймақ пен майонезді бірге араластырып, дәміне қарай тұзын қостым. Тағамдарға ерекше дәм беретін халал чоң устам приправасынан да қостым. Сонымен қатар кішкене сарымсақ қосып, барлығын жақсылап араластырып алдым. Енді форманы жақсылап майлап, биттің қабығынан да жұп-жұқа етіп туралған картоптарымызды осылай тізіп орналастырып шығамыз. Жұқа турасаңыздар, картоптарыңыз тез пісетін болады. Үстінен соусты жағамыз. Соусты негізі кондитерлік мешокқа салып алып құйған жақсы екен. Енді үстінен тартылған етті салып шығамыз. Жақсылап тегістеп, ұсақтап туралған пиязды да қоссаңыздар болады. Соусты жағамыз, солай кезекпен орналастырып отырамыз. Енді тағы да үстінен картоптарымызды қойып шығамыз. Соустан жағып, дәл жаңағы процесті қайтадан қайталап отыратын боламыз. Негізі үйде аз адам болсаңыздар, бұндай үлкен формаға емес, кішірек формаға